Тікелей эфирде француз қыздың қойған сұрағы бар үлкен ғалымға, осы араб елдерінің бір ғалымына. Ұстаз, мен туалетте намаз оқимын дейді. Намаздарым қабыл ма дейді. Ана шейх күліп жіберді ғой. Не мазақ қылып отырсың деген сияқты айтты да. Сөйтіп жаңағы қыз сөзін жалғастырды да бір кезде жылады ғой. Неге сен туалетте намаз оқып жатсың дейді. Жер жоқ па, құрып қалды ма десе. Ұстаз дейді, мынау ғалымға айтып жатыр да. Менің әке шешем француз қыз ғой, атеист дейді да. Менің исламды қабылдағанымды, намазымды оқығанымды көріп дейді. Бүкіл киімімнің бәрін жыртып тастады дейді. Орамал, көйлек бар ғой. Қыз айтып жатыр да, әке шешем атеист дейді. Шейх күліп отыр да, жаңа ғалым ғой, күліп отыр. Прикол ұстап отыр деп ойлап отыр жаңа. Жай намаздың бәрін өртеді дейді. Бір киімімді ваннаның астына тығып үлгердім дейді да, бір көйлегімді орамалыммен. Сонда мен туалетке деп кірем дейді. Дереу киімімді киіп, парызын ғана оқып аламын дейді намаздың. Жаңа күліп отқан шейх бар ғой, күлкісін тыя алмай еңкілдеп жылап жібереді. Сенің намазың дейді, ана қызға айтады, сенің намазың менің оқып атқан намазымнан абзал дейді. Ана қарасаңшы, сенің туалетте оқып атқан намазың бар ғой, менің мешітте оқып атқан намазымнан абзал дейді. Жарықты қарындасым дейді, Алла саған жәрдем берсін дейді. Біз ашық тұрған мешіттерге бара алмай жатырмыз дейді. Ананы сылтау қылып, мынаны сылтау қылып дейді. Сен дейді, сондай иманыңның, Аллаға деген махаббатыңның көрінісі туалетте намаз оқысам бола ма деп тығылып намаз оқып атсың дейді. Мешіттің барлығы ашық, баратын адам азайып бара жатыр да. Ал біреулер намазын қалай оқитынын білмей жатыр ана жақта. Көрдіңіз ба?